действительно тұлға үлкен жігіттер шаруасына қарай анықталады. Сенің уайымың неде? Өзің ойлашы. Сенің уайымың үмметте ме? Сенің уайымың мұсылмандардың жағдайында ма? Мына қазақтардың жағдайын алаңдап жатсың ба? Сенің уайымың сол ма? Сен тұлғасың действительно. Бұл бәрібір де қайсыны деп ойласаң да Абай Құранбаев, Шәкәрім, Ахмет Байсорсонов, жаңа кім? Мұхамеджан Тынышбаев, Мағжан Жұмабаев, кім? Бәр, Сәкенов, бәрі нені ойлаған? Үлкен қоғамды ойлаған ғой, короче. Солардың аттары қалған. Семьясын ойлап жатқаннан аттары қалмайды. Қалмағанда мақсат қалу емес, бірақ сенің действительно тұлғалығыңды анықтайтын сенің айналып жүрген шаруаңда. Жігіттер шаруа болу керек. Қоғамдық пайдада өзіңнің үлесін тигізу керек. Жаңағы мен айттым ғой, сен немен айналып жүргеніңді сенің дұғадан ақ білуге болады негізі ғалымдар айтады. Сен өзің дұғаңа қарашы, жайлап үйге барып жолда ойланышы кішкене, не дұға қылдың жаңа намазыңда? Не дұға қылдың сен? Мен ойлаймын негізде, мен сияқты өзіңнің басыңның айналандағы дұғаны қылған шығарсың примерно. Ары кеткенде қоғамның ішіне мама, папаңа кіресің ғой. Туысқандарыңа кіресің, балаларыңа кіресің. Бірақ бір дұға қылды ма деймін? Я Раббым, Ахлу Сунна Матуридиттің ақидасын берік қылшы. Я Аллахым, оны адасып атқан бауырларымызға Ханафиттің дініне кіргізші. Я Аллахым, қылды ма өзі сонда дұғаны бір қыла ма өзі, тәке? Қыл жүрістер ма? Сол жігіттер. Иншалла жігіттер. Жас жігіттің мойнында үлкен жүк жүрген жүріс қой негізі. Қоғамның пайдасы, ойласы. Сол кезде сен әйелге ұқсас болмайсың да. Анау бала шағаның айналасындағы мәселемен айналып жүретін болсаң, үйде балаңды шомылдырып қойып, сөйтіп жүретін болсаң, оны кім, мен бала шомылдырған жаман деп жатқан жоқпын жігіттер. Просто ол әйел айналысады ғой иншалла. Ауырып жатса көмектесуден тыйып жатқан жоқпын, көмектесу керек. Бірақ сен сондай адам болатын болсаң да енді әйелің шай ішіп отырып, сен балаларды мен жуындырып қайтайын деп, ананы сықылап, мочалкамен балаңды сөйтіп қайтадан. Енді сен жігітсің ғой, үлкен шаруамен айналысшы шығып кішкене. Ол әйелің айналысады иншалла. Бірақ мен одан тыйып жатқан жоқпын, ол да жақсы ма. Просто сондай жігіттер бар ғой, майдаланып кеткен, тек сонымен айналысатын. Соны айтып жатырмын да. Сондықтан да жігіттер сол айтпаған. Жігітше жүру керек қой, әңгіменің түбі.